Қыркүйек айының бірінші жексенбісі мұнайшылар күні. Осы айтулы күнге орай Ақтау қаласында Маңғыстау мұнайының 55 жылдығы мен Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасының 50 жылдығы кең көлемде аталып өтілді. Салтанатты жиынға Маңғыстау мұнайын алғаш ашқан ардагерлер, мұнайшылар мен жас мамандар қатысты. Аймақ басшысы Алик Айдарбаев Маңғыстау мұнайының ашылу тарихына тоқталып, жиынға қатысушыларды кәсіптік мерекесімен құттықтады. Сондай-ақ шара барысында мұнай саласында еңбек етіп, тер төгіп жүрген мамандар құрмет грамоталарымен марапатталды. Бригада бурового мастера коммуниста Александра Еремина объединения «Мангышлак-нефть» работает сразу на 2 буровых установках. Осыдан дәл 55 жыл бұрын Жетібайдың жазығынан алғаш мұнай бұрқағы атылды. Нөмірі 6-шы бұрғыла оңғысынан 53 метр биіктікке атылған мұнайды ауыздықтауға 3 күн кетті. Осы күннен өңірге үлкен өзгерістер келді. Бұрын малмен отырған аймақтың экономикасы дамып, қазір мұнайгаз саласындағы ел экономикасының көшбасшысы болып тұр. Мұнайшыларды құттықтай келген Алик Айдарбаев қара алтын тарихына да тоқтала кетті. Одан 55 жыл бұрын 1961 жылы Жетібай жерінде номер 6-шы ұңғыдан түбектегі тұңғыш мұнай бұрқағы атқылап, Маңғыстау бүкіл әлемге танылды. Тұңғыш мұнай көзін ашушылардың есімдері мәңгі біздің жадымызда қалады. Жері байдың елі бай дейді дана халқымыз. Мұнайлы өлкеміздің байлығы еселене түссін. Осынау жауапты да абыройлы міндетті жүзеге асыру жолында баршаңызға тыныштық пен татулық, ұжымда емшілік пен береке бірлік тілеймін. Қазақ үшін, мына Қазақстан үшін мұнай саласы экономикамыздың бел омыртқасы болып табылатын өздеріңіз білесіздер. Ағызбен айту оңай, қыруар қаншама жұмыстар жасалды. Жаңа алдында осы 6-шы ұңғыға атсалысқан қаншама ағаларымыз, апаларымыз осы өмірден кетіп, бүгін мына таңда қалған жетеу екен. Мұнайшылардың дүбірлі тойында ардагер мұнайшылар аса ардақталды. Олардың қисапсыз еңбегі мен жанқиярлығы жас ұрпаққа үлгі. Жиынға қатысқандардың арасында Жолдас Тоғжанов, Дари Тоғжанова, Санатбай Масатов, Сәмен Нұрхасанова, Қайып Азамбаев, Нұрмұхан Қанатбаев, Тұрмұхамбет Кенебайлар бар. Сол борандардың ішінде жүрдік қой біздерде. 12 сағат жасадық жұмыста Буровайда. Ал енді ол жұмыс деген өте қиын. Жаңағы машина жоқ, 12 сағат істейсің жұмысты, өзіңнің істеген жұмысыңды сапалы болғанын жақсы көресің. Енді қолменен соляркаға шайсың, су тасисың, бүткіл қарайған асты үстінде 4 метр, төменде 4 метр, бүткіл аккумулятор, бүткіл ненің бәрі біздің жауабымызда. Жалғыз өзім қалам, 8 баланың анасымын мен. Балдарымыздар жасап жатыр, балдарымыздың еңбегімен сонымен бағаланып отыра берейік. Астанадан аманат арқалап келген Серік Әбденов, Сауат Мыңбаев пен Тимур Құлбаевтың атынан құттықтау сөз сөйлеп, ардагерлерге шапан жапты. Сондай-ақ мұнайдың әр саласында қызмет етіп жүрген мұнайшыларға құрмет грамоталарын, алғыс хаттарын табыстады. Бүгінгі таңда Жетібай мұнайгаз акционерлік қоғамы 2000-нан астам адамды жұмыспен қамтып отырған атан-жілікті алып кәсіпорын. 2016 жылдың 1 қыркүйегіне дейін 92 миллионнан астам тонна мұнай өндірді. Әлі де майлы қиян Маңғыстауды мұнаймен қамтуға қауқары бар аталмыш кәсіпорынның болашағы зор деген үміт бар. Айсара Айтман, Фархат Шаткам, жаңалықтар.